Біз квартира іздеген кезде неге мән беру керек, не сұрау керек? Канцелярский магазиндердің бәрінде осындай қағаздар сатылады. Бұл спокойно жасалатын нәрсе, сол үшін сенбеу керек. Бүкіл эмлакчылар жаңағы айтады, берем үйді ала бересіңдер деп. Қазір кілтті берем деген сияқты айтады, но потом бар хозяинға звондаңызшы деген, звондады, сөйлесіп отқан кезде жоқ, бермеймін деді. Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге Айдос. Алдыңғы видеода бұл біздің соңғы видеомыз деген сияқты сіздермен қоштасып жатқан едік. Өкінішке орай осы Турцияда біздің 60-ға жуық Қазақстан азаматтарымыз бір мошенникке қырбар ақшаны алдам қалды. Ол алданғандардың арасында мен де бармын. Сол үшін осы видеоны шығаруға жөн көрдік. Осы видеоны сіздер көріп, бұдан кейін басқа адамдар алданбасын деген ниетпен және де қосымша 2022-де арендаға берілетін квартиралардың бағасы қанша болып жатыр, құжат толтырған кезде неге мән беру керек, сол сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз қазір Буджа аудандық акиматының алдында тұрмыз. Мына жақта бірнеше зардап шеккен азаматтар келді. Оқиғаны егер қысқаша айтып беретін болсам, қалай басталды? Біздің жоғарғы курс студенттеріміз, осы жақта достарымыз, қазақ азаматтары осы жақтан бір квартира іздеп, бір апартаменттен квартира табады. Сол жақтың банаға риэлтор дейді ғой, бұл жақта эмлакшы дейді, сол риэлтормен сөйлесіп, танысып, сол эмлакшы айтады, что бұл жақта тағы көп бос квартиралар бар, егер іздеп жүрген достарың болса, айтыңдар, көмектесеміз деген сияқты айтады. Сомен кетті ары қарай. Анадан анау естиді, мынадан мынау естиді. Солайынан 60-ға жуық студент 1-2-3 аптаның ішінде сол жақтан пәтер алады. Ол алушылардың арасында мен де бармын, бірақ өзім үшін емес. Осы Қазақстаннан бір ата-аналар маған хабарласып, балаларымыз оқуға баратқан еді, соларға көмектесесің ба деп айтқаннан кейін жарайды деп мен де барғамын сол жаққа. Bu da elinden ısını verecek, ha? O da bu katta. Aynen. Böyle короче, осындай тура onun işi. Buraya şey yaparız. Mınандай. Tekli yatak yaparız. Neredesin? Burada iki kişi yatabilir. Tekli yatak yaparız. İşte burayı nasıl ayarlayacağız? Hadi bir tane ben yatak vereyim mi? Yatak baza başlık vereyim mi? Nereye koyacağız? Bu açılmıyor mu? Evet, oluyor. Hadi bir kişi de burada yattı. Şu taraf hepsi aynı abi. Fark ediyor musun? Evet. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Холодильник. Hani renkleri değişik, işte şeyleri değişik. Сөйтіп, ол банағы риэлтор ақшаларды алып, договор толтырып, сөйтіп пәтердің уақытысы берілетін уақытында ол кісі телефон нөмірі алынбайды, банағы офисі жабық, сөйтіп қашып кетеді. Не квартирада жоқ, ол квартираға бардық біз, ол квартирада басқа біреулер тұрып жатыр, олардың өздерінің договорлары бар, әлі уақыттары бітпеген. Бір адамдарға 2-3 студентке бір пәтердің нөмірін жазған договорда, сондай алаяқтық жұмыстарға тап болдық. Өрде кеткен шығындар орта есеппен осындай 400 мың, 300 мың сондай ақша жоғалтты студенттер әрқайсысы. Біреулер жалғыз өзім тұрамын деп, бана 400 мың теңгені жалғыз өз төлегендері бар. Сен қанша бердің? 400 мың? Қанша адам? 200-200 ба? Бауыржан бізде жалғыз өзі 400 мыңға ие. Сен? Хотя задат беріп кеттім ғой, теңгесін ертең алып кеп берем дедім. Задат? 8-7-сі барып бердім задат. Қанша задат? $180 бердім. $180. Сен 375 мың. Сол бірге барып төлеп кеткенбіз, ашан бердік полностью. 180 қанша? 180? 182 бір адам. Марика, ты? Сколько отдала? 6500 лир? Это сколько? 1000? 180. Сенька? То же самое? 110 тысяч? Біздің осы Қазақстандағы азаматтарымыздың арасында ең көп ақша төлеген бір қыз 63 мың лира төлепті, бір жылға период төлеген. Ол теңгемен шаққанда 1 миллион 670 мың теңгеге жуық
ол кісі негізі бағанағы риэлтор сол жерде как КСК болып жұмыс жасаған, сол апартаментте 4 жылдан бері бәрі оны таниды. Сол жерде өзі заодно риэлтор, заодно КСК, постоянно сол жерде жұмыс жасайды. И сол үшін бізде ешқандай ол не болған жоқ, күмән болған жоқ. Ешкім. Ол договорға тұрғызған кезде де кәдімгі сол жақта өзінің офисі бар, кіргізіп, ішін бәрін көрсетіп, печатьпен, как положено, қолмен солай тұрғызды бәрін. Сол үшін ешкімде күмән болған жоқ, барып ақшаны қолма-қол бергендер де бар, карточкаға де жібергендер бар. Қазір енді акиматқа кіріп жалобымызды айтамыз. Алдын милицияға да барып заявление жаздық, бәріміз коллективно. Қазақстанның өзінен 60-қа жуық, ал жалпы басқа да елдің азаматтары бар. Бүгін Измирге Таркан келе жатыр, Тарканның концертіне барып, деп демаламыз ба деп едік. Участковыйда жүрміз. Міне қазір бізде бағанағы жәбірленушілердің арасында Қазақстаннан келген Алмас, Қазақстаннан келдің ғой? Алмас деген жігіт. Алмас, сен айтып берші, өзінің оқиғаңды қалай болды, сен қалай таптың, соның бәрін. В общем, месяц назад искал квартиры и наткнулся на одно объявление в Сахибинден. Сразу же позвонил, договорился с риэлтором. В тот же день сразу же пошел, посмотрел квартиру. Все понравилось. Сразу же подписали договор. И у риэлтора было одно условие, то что мы должны сразу внести оплату. То есть за месячное проживание, потом риэлторская оплата и депозит. В общем, сумма у нас была на 16 500 лир. И риэлтор нам сказал приходить через неделю, что все, квартира будет готова через неделю, можете сразу взять ключи и заселяться. Подожди, вы пришли какого числа? Мы пришли, получается, 3 сентября. Да. Вам сказали 10 сентября уже освободиться? Да. И 38-го. 3-8. Да. Но пришли, там никого нет? Да, никого нет, человек трубку не поднимает. И там уже сразу встретили казахов, которых вот тоже так же, как бы сказать. А сен, когда банага риэлтор аты Барш, саған какое-то подозрение туғызды ма көрген кезде, кезгенде? Подозрений, ну, вообще особо не было никаких, потому что, ну, квартиру он нам полностью все показал, как бы сказать, и все сертификаты и так далее у него проверил, все было на месте, и все документы, никаких вообще подозрений не было. Но потом, когда уже пришли 10-го, уже поняли, что все нас кинуло. А сенен, именно сен өзіңнен қанша ақша кетті, теңгемен айтатын болсақ? Өзімнен, ну, 130 мың кетті. 130 мың теңге кетті. Басқа мына жақта қазір бізбен бірге қандай ұлттың адамдарын көрдің? Вот наций очень много, тут и казахи, и азербайджанцы, даже сами турки есть, африканцы есть, малазийцы, в общем, разные национальности. Где-то 100 человек, да, в общем? Вообще говорят 300, вот, 300 да, новости же вышли, там 300 человек. Около 300 человек, в общем, осталось без жилья, обманутых. Жаңалыққа шықтың ба уже? Я жаңалық. Осы жақ не сен жаңалығына ма? Да. Yurt dışından gelen, özellikle Türk dünyasından gelen gençler çok dehşetli bir durumla yüzde kalmışlar. Біз акиматтың ішіндеміз, жағдайларды түсіндірдік. Мына жақта кейбір студенттердің, кейбір адамдардың жататын жерлер жоқ. Қазір бүкіл ақшасын беріп қойған сондай адамдарға акиматтың тарапынан жататын жер тауып бермекші. Соны список жазып жатырмыз. Тағы бір жаңалық, қазір бізге осы отырған кезде чатқа бағанағы риэлторды ұстады деген хабар келіп жатыр. Оны полициядан звондапты, айтыпты. Біз кеше участковыйда болып заявление жаздық. Соны кеше заодно консульствоға да звондағанбыз. Осындай өзіміздің жағдайымызды түсіндіріп, сонымен олар айтты, заявление жазып болғаннан кейін бізге почтаға жіберіңдер, қай отделениеға жазыңдар деген сияқты, чтобы процессті тездету үшін. Қазір міне бізге жазып жатырық. Бауыржанның қолында бүкіл осындай зардап шеккен студенттеріміз бар. Студенттер емес, тек қана Қазақстан азаматтары, Қазақстан азаматтары бар. Соның бүкіл списігі. Қазір бізде список бойынша 54 адам болып тұр. Сен ущерб несін жазып жатсың ғой, бағаларын, орта баға қанша, ең қымбаты
ең ортасы. Общий сумманың өзі 542 мың лира. 542 мың лира, ол бізде теңгеде болады 14 миллион 634 мың теңге. Ол тек Қазақстан азаматтарынан. Еще біздің қасымызда Азербайжанның азаматтары болды, арабтар, Ираннан, Россиядан болды біреуі, Филиппин, Кыргызстан, Өзбекстан да бар. Түріктер де бар, оның ішінде 3 түрк азаматы жүрді, и бір түрк қыз. Жалпы 4 түрк па сондай. Кстати, арасында еще бір түрк осы жазда уже екінші рет алданып отыр, Екі түрк. Екі Түркия азаматтары екінші рет алданып отыр. Бір осы айдың ішінде, яғни август, сентябрь айларында. Осы жазда екінші рет алданып отыр. Ол біріншісінде заявление жаздым деді ме? Айтқан жоқ ол туралы? Туралы мен сұраған жоқ. Просто Достар, мен қазір осы жерде біздің Жанна тәтеміз бар. Сол тәтемізден бір кеңес алуға келдім. Бұл кісіден арасында аударма керек болатса, перевод керек болатса, осы кісіге жүгінетін біз. Бұл кісі осы Измирде, Турцияда қаншама стажы бар, жұмыс істеп жатқан. Осы договор туралы, осы біздің мәселе туралы өзінің ақылын, кеңесін бізге айтып кетсін. Сол мақсатта келдім. Ең главный вопрос, біз квартира іздеген кезде көбінесе бізге үйдің хозяйына қарағанда көбінесе бізге риэлторлар кездеседі. Көбісі риэлторға береді. Бізде де сондай ғой, көбісі үй арендаға берген кезде риэлтор. Неге мән беру керек, не сұрау керек, не сұрауға біздің құқығымыз бар, сол жағын айтып кетсеңіз. Риэлторлар көп сөйлейтін кісілер. Шын мәнінде Турцияда мынандай сөз бар. Мен 24 жылдан бері осы жерде тұрып жатырмын. Жақсы риэлтор болу үшін өте жақсы өтірік айту керек деген сөз бар. Кішкене көп сөйлеп, шындықты өздерін сендіру үшін көп нәрсені шындықпен көрсеткісі келеді. Печать, қол қою, ондай нәрселер сену себебі емес. Ең сену себебі көпшіліктің айтқаны. Енді көпшілік айтқан кезде де кейде болады, әрине оқиғалар. Осы балалардың басына келген оқиғалар бар осы жерде Измирде. Бірақ ең тура жолы сол сенімді кісілермен барып, кішкене оларға да сендіру үшін өздеріне бәрін білетіндей көрсету ең. Ал неше құжаттар сұраған кезде оның қолында банағы печать қолдан бөлек, ол көрдік қой, бізге печатьта ұрып отыр, қол қойып отыр, бірақ алдап отыр. Одан бөлек сенімдірек болу үшін тағы не сұрай аламыз? Может, хозяинға мен кездестір деп, или сөйлесейік деген сияқты әрекеттер жасай беруге бола ма? Ондай әрекеттерді жасайсыздар. Әрине үйді барып көріп, ақша төлеген кезде кілт алу ең дұрыс. Потому что не болса болсын Турцияда үйді арендовать еткен кілт алу керек. Бір аптадан кейін болса алады, 10 күннен кейін деген сөздердің бәрі өтірік сөздер. Үйдің хозяинмен ненің банағы риэлтордың арасындағы договорды сұрапсып, оны көруге бола ма негізі кімдерге? Квартираны алатын. Оны ешқандай немен себеппен сұрастырамайсыздар. Потому что бұл жерде риэлторлар жасаған документтерін үйдің егесінің ешқандай мән бермейтінін бізді білеміз. Ешқандай үйдің егесінің хабарда болмайды кейде. Бірақ риэлторлардың правасы бар, бұны любой Турцияда тұратын екінші азаматтар бұл қағаз жасап бере алады. Потому что канцелярский магазиндердің бәрінде осындай қағаздар сатылады. Бұл спокойно жасалатын нәрсе, сол үшін сенбеу керек. Қол қою, печать қою, бұлар сенімді нәрсе емес. Егер үйді арендовать ететін болсаңдар, обязательно бірінші үйді көріп, хозяинini көріп, сосын кілтін алу, ақша бермей тұрып. Балалар, егер квартиралықта бір нәрсе төлейтін болсаңдар, хозяинның банковский счетына, хозяинның аты жөнімен банкаңыздан ғана ақшасын төлеңіздер. Риэлторға ақша төлеу, это незаконно здесь. Қазір мына договорде бізде негізі бәрі дұрысынан осылай жасалу керек нәрсе ғой, аны көріп жүресіз ба? Біздің договор. Договорларыңыз дұрыс, осындай договорларыңыз бір жылға жасап берген бәріне, бірақ бұл законный бір договор емес, бұны әрқайсы қазір қолмен үйінде сызып жасай алатын договорлар. Енді аты жөні кірі, телефон номерісін жазады. Мысалы, үйдің хозяйны ешқашан телефон номері жазылмайды договорларға. Бұл жерде обязательно удостоверение иенесі жазылу керек. Не болса азаматтық номер жазылмай болмайды. А мына жерде телефондар жазылған мысалы.
Біз қазір досымызға квартира таптық. Үй 4 бөлме, 1 кухня студия и 3 комнатасы бар. Егерде бағалар қалай болып жатыр, осы қазір қымбаттады ғой бұларда көп нәрсе. 2022 квартираның арендасы қанша болып жатыр деген сұрақтарыңыз болатын болса, соған жауап беріп кетейін. Қазір осында үлкен комнаталы 3-4 комнатты квартираны 6.000 мен 10.000-ның арасында табуға болады. Менің 2 досым тапты, біреуі осы 6.5-ға таптық, біреуі 9.000-ға таптық. Екеуі де 4 комната, біреуі Бужа районы сәл шет жақ болып саналады. Сол үшін бұл 6.5, ал Қонақа районында. Сол үшін ол жақ қымбат болды, 9.000 лира. Қазір курс 26.5, сонымен есептей берсеңіздер болады. Ал кіші комнаталы, 1 комната, 2 комнаталы квартираны 4.000 мен 6.000-ның арасында табуға болады. Оны табу үшін жақсылап іздеу керек. Сайтта бағанағы Сахибинден деген сияқты сайттардан жақсылап күніге қарап отыру керек. Потому что осы жазда объявление шыққаннан кейін сразу өтіп кетіп жатыр. Тез өтіп кетеді. Aynen ikisi bunun. Bu ev sahibi, үйдің хозяиндары осылар түсіндіріп жатыр. Жөнөрік. Қорқатқан жоқсың ба? Вообще қорқатқан жоқпын. Çünkü өйткені реально гарант адам тұр қаншама. Менің arkadaş свидетельдер бүкіл қаншама. Ev sahibi тұр кәдімгідей. Танып тұрмын. Үйдің хозяйыны. Ешқандай қорқу жоқ, және баласы тұр. Даже алдаудың бір кішкентай пылинкасы жоқ мына жерде. Одан кейін бізде Барышпен бірге үй алған кезде ол Барыш бізді хозяиндармен вообще таныстырғанда жоқ біз. Үйдің кілті қолында. Міне өйстіп үйдің кілтін сразу алып алу керек. Біз неге Барыштан не істемедік? Хозяиндардың нөмірін. О, резиденс болды ғой. Оған апартмент. Да, прям офисі соның үйінің ішінде болған үшін сеніп тұрды да, кәдімгі все ресми болды да. Міне сразу кілтті алып алу керек. Бізге сөйтіп айтқаны міне бірден кілтті алып алу керек. Сол кезде ғана ақша төлеуге болады. Біз әлі ақшасын төлеген жоқпыз. Ақша төлеген жоқпыз. Қазір бәрі документтер келеді, жаңағы договор келеді. Қазір дос балам келеді, бүкіл ақшаны алып келеді, төлейміз. Сосын барып сразу нотариусқа барамыз, печать қою үшін, нотариальный завет үшін, потому что вырынжа алу үшін. Міне бізге табу бана техпаспорты. Бұлар көрсетуге негізі обязан емес, бұл кісілер көрсетуге дайын тұрды. Міне көрсетем деп жатыр, ешқандай жасыратын түгі жоқ. Тем более біздің алдам қалғанды білгеннен кейін бұларда соны не істеп жатыр да, біздің сенбей тұрғанымыз, қорқып тұрғанымыз біліп тұр, сосын бұлар көрсетіп жатыр. Сіздер де сұрап көріңіздер табуды. Көрсету мүмкін. Көрсеңіздер, ол кісінің өзінің бағанағы удостоверение сияқты кимлигін қарайсыздар, сосын табуды қарайсыздар, екеуі бір-біріне сәйкес келсе, значит ол үйдің хозяйыны уже 100% уверен боласыздар. Тағы да айтып кетейін, үй алып жатқан кезде, жаңағы бірінші эмлакшыға барасыздар, риэлторға, обязательно хозяинмен сөйлесем деп сөйтіп шарт қойыңыздар, потому что алдында мен 10 шақты үйді қарадым уже, бүкіл эмлакшылар жаңағы айтады, берем үйді ала бересіңдер деп, қазір кілтті берем деген сияқты айтады, но потом бар хозяинға звонашы деген, звондады, сөйлесіп отқан кезде жоқ, бермеймін деді, айтты да сөйтіп. Потом бар үйді кіріп алғаннан кейін бірақ проблема болып қалуы мүмкін. Не істейді, мысалы эмлакшылар олар өздерінің бағанағы услуганың ақшасын алып алудың амалда берем деп бере береді да, ал сосын хозяинның өзі мен саған неге сырттан келген иностранецтерге берме деп айтып едім ғой деп сөйтеді да, ертең ол үйдің хозяин сізді квартирадан қайттан шығарып жіберуі де мүмкін. Сол үшін хозяинмен бір сөйлесіп алыңыз өзіңіз. Осындай біз осындай адамбыз, эмлакшының қасында, эмлакшы деген риэлтордың қасындамыз деген сияқты. Достар, менің қасында осы Түркиядағы бұл кісі де риэлтор болып жұмыс жасайды, эмлакшы. Қазір мен осы кісіден бір-екі нелер алмақшымын, советтер алмақшымын, келесі жолы алданбас үшін неге қарау керек деген сияқты. Önceden merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Siz duydunuz galiba meslektaşlarınız var burada, kötü bir şey yapıyorlar. Böyle tekrar olması için kiracılar niye bakmalı, yani niye dikkatli bakmalı?
Öncelikle internetten baktığı her şeye inanmamalılar. Mutlaka yerinde gidip görmeliler. Çok ucuz fiyatlar konulursa kesinlikle inanmayın çünkü kiralar ucuz değil. Gittiğiniz zaman da mesela bugün yeni bir ev kiralıyoruz. Mutlaka komşulara ev sahibi kimdir? Veya güvenilirler midir? Biz dolandırılıyoruz mu acaba? Belki burayı başkası kiraladı, o ona kiralıyor gibi işler olabiliyor. Gidip gördü, ondan sonra kiracı tapunu görmesine yani haklı mı? Yani hakkısı yok mu? Hakkı var. Tapuya bakabilir çünkü yani böyle sizin mağdur olduğunuz gibi olaylar çok oluyor. Tapuya da bakabilir. Mesela tapumuz geldi şu anda. Görüldüğü gibi buna bakabilirsiniz. Anahtar almazdan yani önceden yani 15'i müsait olacak diye para ödedi. Size burası şey değil, kafe değil, size göre bir konsept ayarlanmıyor. Masalar süslenmiyor. Hani kafe der ki bana 10 milyar ver, ben masanı süsleyeceğim, oraya para harcayacağım. Eve girerken önceden para alınacak diye bir şey yok. Daha size sözleşme yaptık. İstiyorsanız yarın verin parayı, sorun değil. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi burada şöyle bir şey var. 15 gün önceden ver diye bir hakkı yok. Demesi de saçma. 15 gün önceden ver diyorsa, bir ay önceden ver diyorsa, size opsiyonluyorum burayı diyorsa bilin ki bir sıkıntı var. Öyle bir durum yok. Evi gelin, kalmak istediğiniz yeri yerinde görün. Ondan sonra paranızı, sözleşmenizi güzel bir şekilde yapın. Anahtarınızı alın. Girdi, ondan sonra parayı verin. Evet. Tamam. Teşekkürler. Сосын мына жақта мынандай жағдай, сосын қазір біз сөздершме договор жасап болдық, осыдан кейін нотариуске барып, соны нотариально заверить етейік деп айтыңыздар. Бұл да, кстати, важно, потому что сөздершмені ол сізге нотариус не үшін керек деп сұрауы мүмкін. Ол ертең бізге икамет жасайтын кезде, кимлик алатын кезде, бана удостоверение жататын ВНЖ алатын кезде, оны бізден сұрайды по-любому. Сол үшін оны қазір ақша берместен бұрын айтыңыздар. Себебі бұны риэлторлар жасай алмайды, только үйдің егесімен ғана жасайды. Ол нәрсе нотариуске үйдің егесі бару керек. Сол кезде риэлторлар сіздерді алдай алмай қалады. Яғни бізде мына жақта риэлтор алдап кетті, себебі ол үйдің хозяйны даже ол туралы білмейді да. Ал егер сіз нотариуске барам десеңіз, үйдің хозяйына айту керек болғаннан кейін, ол риэлтор хозяйсыз ешнәрсе жасай алмай қалады. Сол үшін нотариуске барам деп айту керек. Біз қазір осы резиденцияның алдына келдік, апартаментке. Журналистер де келді, бізден интервью алмақшы. Осы жақтың местный каналдарына да шығамыз. Бұл жаңалық үлкен ауқымды болайын деп тұр. Başlamışız. Şimdi ben Azerbaycan uyruklu öğrenciyim. Arkamda olan rezidansdan bir ay önce ev kiraladım. 100'den fazla öğrenci şu an mağdur. Ne kadardı kira bedeli? Sizden ne kadar ücret aldı? Benden 24.000 TL aldı. 60.000 TL alan da var. 40.000 TL alan da var. Neden o kadar para verdik? Şimdi biz 1 yıllık, 3 aylık, 6 aylık peşin fiyatla kiralamıştık. Ve depozit ve emlakçı parası bile bizden aldı. O geçti, onu ona kaptırdı. Ama KRM rezidansı İvan onun. Бұл оқиға бізге сабақ болды, опыт болды, сіздерге кеңес болсын. Біріншіден, үйдің егесімен міндетті түрде сөйлесіңіз. Кездесуге мүмкіндік болмаса, телефон арқылы сөйлесіңіз. Қанша адам тұрайын деп жатсыздар, сіз қай жерден келдіңіз, соның бәрін түсіндіріп айтыңыз. Себебі риэлтор өзінің пайдасын ойлап, алатын бағанағы услугасын, ақшасын ойлап, кейбір детальдарды айтпауы мүмкін. Может, ол хозяин иностранецтерге бермейтін шығар, соның мысалы только 2 адамға ғана бер деп айтқан шығар. Солардың бәрін білу үшін хозяин өзімен сөйлесіп, өзіне айтыңыз. Осындай деген өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіріп айтыңыз. Екіншіден, табумен кимликін сұраңыз. Хозяинның, риэлтордың емес, хозяинның табу деген бағанағы техпаспортпен кимлик деген удостоверениесі. Соны сұраңыз, екеуін салыстырыңыз, шынымен де сол адамдікі ма. Одан кейін табудан үйдің адресін қараңыз, шынымен де сол сіздің кеп тұрған адресіңіздегі квартира ма, соныңкі этажын бәрін соны дұрыстап қарап тексеріп алыңыз. Үшіншіден, бағанағы хозяинмен келісіп, сөйлесіп, бәрін көз жеткізгеннен кейін ақшаны хозяинға төлейсіз. Риэлторға емес, хозяинға төлейсіз. Мүмкіндік болса, хозяинның картасына, кредит картасына соған переводпен жіберіңіз. Или банкомат арқылы жіберіңіз. О жақтан сізге чек береді. Чек бергеннен кейін ертең сіз дәлелдей аласыз.
наличный беру нежелательно бұл ситуацияда. Ал риэлтордың өзінің услугасын сол жерде кейін хозяинмен уже сөйлесіп ақшасын төлеп болғаннан кейін риэлторға уже наличный қалай болса да оған бере беруге болады. Бұл жерде ең керегі хозяинға бересіз. Себеп ай сайында сіз кейін хозяинға бересіз. Сол үшін риэлтор егер хозяинның орнынан маған бере берді деген сияқты сөз айтатын болса, ол сізді алдап атқан болуы мүмкін. Ондай нәрсеге сенбеген дұрыс. Төртіншіден, тек договор жасап нотариально заверить етіп болғаннан кейін барып ақшасын беру мүмкіндік болса, кілтті алып болғаннан кейін барып. Алдын ала біз сияқты 15-20 босайды деген әңгімеге сеніп, алдын ала ақша ешкімге төлемеңіздер. Ол уақытқа дейін неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Сол үшін алдын ала ақша төлеуге мен ешкімге кеңес бермеймін. Өз уақытында кілт алып үйге кіріп болғаннан кейін барып ақшасын төлеңіздер. Нет плохой нации, есть плохие люди дейді. Өкінішке орай бұндай мошенниктер кез келген жерде кездеседі. Сол үшін максимально сақ болыңыздар. Біз осы айтып кеткен кеңестерге мән беріңіздер. Тасары академиясында оқитын студенттер біздің кураторларға, бастықтарға, соларға айтсаңыздар, сіздерге сенімді танитын риэлторлармен таныстырып, өздері айтып көмектеседі. Алдын осы оқиғаны естіп, Тасарының директорлары бізге кішігірім жиналыс жасап, өздерінің советтерін айтты, полицияға звондап, бұл істі тездетіп қозғауды нестеді, өтініш білдірді. Олар біледі, енді келесі келген студенттерге көмектесеміз деді, квартира табу жағынан да, или болмаса общежитие жағынан көмектесеміз деді. Ендеше достар, келесі видеоларда жақсы позитивный видеоларда кездесетін болайық, Құдай қаласа. Ешкімге алданбаңыздар, абай болыңыздар. Келесі жақсы видеоларда кездескенше сау болыңыздар.